Біз міне большевистік идеологияда тәрбиеленген кішілер бір көрінішіні, харакет болсын, фикір болсын, шума етіп көрерге тілейбіз. Ол тіге юңған оқлау шекілі бұтағы бір нәрсесі жоқ. Шол әйбәт, әйінді бұтағы несі болса, ол енді дұрыс түгіл. Әбит ағаш, нормальный үскен ағаш, ол бұтақлы, бұтақ түрлі яққа өсе. Бойында қаршылық деген сөз. Өсі түрлі яққа тарала. Анда шома барып болмай түртілесің. Әм міне шын ижат кішілері де қаршылықлы алар. Мен қаршылық деген сөзіні бір уақытта да нашар мәғнеде қолламайым, қатлаулы деген мәғнеде қолланам. Алай ғана түгел, сен де қаршылықлы, мен де қаршылықлы. Барымыз да қаршылықлы. Қаршылықлы болмаудан Құдай сақласын. Қаршылықлы болмау фикір қатып қалған, өліп қалған, һәм бір лозунг шығарға әйленген деген сөз. Бір қашан искірмей, yolықтырмай тұрған кадрлар, фикірлер келіп шығады телевидение фондынан. Шуларны сізнің білен бүлішәсі келді. Бүгін телевидение студиясында 1995 елда яздырылған тапшыруда Мирқасым Аға Ғосманов яңғыратқан фикірлерге тоқталасы келе. Аң білім нендегіне тілде болса да, ол шын білім болырға тиіс. Бір тілде болған білім интернационализмға қызмет ете, екінші тілде болған білім халықлар достығына зарар кетірек кебек қарашылар, ол ақмақ фикір. Аны мен торыдан-торы тілесе кімге ярып айтечек. Ақмақ фикір. Білім ең елік ана тілінде болырға тиіс. Һәм шул тілде білімнің түрлі қатламлары болырға тиіс. Бары шул вақтығына білім, шын білім болалам. Керек ме университет? Менің фикірімінде біргіне, hiç шексіз керек. Çünkü Milli Üniversitet деген әйбер біздің балалар бақшасынан алып, бүтін оқу, оқыту, мәғариф, мәктәп системасының ол тамамланған үшін. Әгер шул башы болмай екен, Milli мәғариф системасы болмай деген сөз. Шуның үшін бұл мәселе hiç шексіз актуаль иде, актуаль да, актуаль болып қалашақта. Әгер татар болып ешесін, аның мәғарифі, мәғарифшілігі, аның іштимағи фикірі, нормальный юнәлішті өссін дейбіз екен, Milli Üniversitet болырға тиіс.